ұлттық болмыстан айырылу, ұлттың жойылуы. Қазақтар орыстардың бір бөлшегі. Өткенді ұмытқан өшкендіктің белгісі. Киіз үйдің ішінде ашық-шашық киіп билеу. Шығыстың, батыстың әсерінен біздің жастар жаңағы трансгендерлер. Мәдениетіміз көмекке мұқтаж, аш дегім келеді. Көрген сайын ұмытатын заман ғой. Ата-бабаларымыз ұлттық құндылықтарымызды сақтап қалу үшін ғасырлар бойы күресті. Олар қан төгіп, қиындықтарға төзді, жақындарынан айырылды. Бірақ ұрпақтарына тәуелсіздік пен мәдени мұра қалдырды. Енді сол қасиетті құндылықтар қадірленбей, кейде қорланып жатқандығы жүректі ауыртады. Бала көтермесінде қыздарды бірнеше сағат бойы мұздың үстінде отырғызып қойған да солар. Осыған қарап, олардың күресі мен құрбандығы зая кетті ме деген сұрақ туындайды. Қазақ ұлты қайсарлық пен рухтың, бауырмалдық пен кеңдіктің символы. Ата-бабаларымыз еркіндікті сүйген, қонақжайлықты өмір салтына айналдырған, бірлікті ту еткен халық болды. Олар туған жерін көзінің қарашығындай қорғап, салт-дәстүр мен ұлттық құндылықтарды ұрпақтан ұрпаққа аманат етті. Бүгінгі таңда менің қазағымның өзінің үлкенді сыйлайтын, кішіні қадірлейтін, құрметтейтін, ешкімді бөлмейтін, жармайтын бір сондай адами асыл қасиеті бүгінгі таңда енді ана ілгері қарай жылжыған жақсы, өзгенің де жақсылығын алып, жамандығынан жиренген жақсы, бірақ менің қазағым бүгінгі таңда өзгеге еліктеу басым. Өзінің бойындағы, тұла бойындағы адам асыл қасиетінен ажырап бара жатқан сияқты. Қазір қазақтың ең мына жай нәрсенің мысал ретінде айтатын болсақ, мына Моңғолдан келген қазақты моңғол дейміз, Қытайдан келген қазақты Қытай дейміз, Түріктен келгенді түрік дейміз. Бізді 44 жыл жер аударғанда осыншама ұлттың өкілі Қазақстанға келіп тоғытқанда да қазақ қабақ шытқан жоқ. Өзі жармай отырса да жартысын жарып бүтінін бөліп жеген халық, бірақ соны солай бола тұрса да бүгін ондай кеңдік болмайды. Мен мақтанғанымда айтамын, қазақ дархандығы даласынан дарыған, тектілікке бабасынан жараған. Бабасының тектілігін ары қарай жалғастырамай жатырмыз. Жуырда жасы 80-ге жақындаған бір әжеймен сөйлестім. 50 жыл бұрын болған оқиғаны айтып берді. Жалпы сол кездегі қазақтардың, сол кездегі біздің ұлттың болмысы туралы айтқанда, мен шыны керек аузым ашылып, көзіме жас толып тыңдадым. Қалай біз сондай болғанбыз, қандай ақкөңіл халық қазақ деген. Біздің бұрынғы ата-бабамыз сондай болған екен ғой, жаман болдым шынымды айтсам. Қазіргімен салыстырдым іштей. Ал біз қазір қандаймыз? Ұлттық құндылықтарды насихаттауда көптеген қиындықтар бар. Қазіргі таңда олардың негізгі қиындықтары қандай? Менің ойымша, қазір Қазақстанда керемет мәдени деңгей бар деп айта алмаймын. Себебі қоғамда болып жатқан оқиғалар, соңғы кезде көбейіп кеткен негативті жағдайлар, осының бәрі мәдениетіміздің көрінісі деп ойлаймын. Егер біз расымен мәдениетке, сондай мейірімділікке, қайырымдылыққа үндейтін, шығармашылыққа үндейтін жобаларды жасап, немесе халық арасында сондай дүниеге үндейтін болсақ, фокусты тек негативке емес, позитивке қоятын болсақ, мұндай жағдайлар орын алмас еді. Қайдан шығады мәдени деңгейдің төмендігі? Ол біріншіден тәрбиенің жоқтығы. Қазақ айтады, ұл қызыңа әдеп үйрет, тәлім тәрбие бер, өмір оған сонда ғана күлімдер. Сен шын ұлыңның ұл, қызыңның қыз болып, нағыз қазақтың осы бойындағы, тұла бойындағы адами асыл қасиетін ары қарай жалғастырған келсе, қазақ болсын десең, қазаққа жақсылап әдепті үйрет, тәлім тәрбие бер, білім бер. Міне сонда ғана қазақ өзінің бойындағы қазақтың әдеті, ғұрпы, салты қандай керемет жаны. Бірде-бір ұлтта ата дәстүр жоқ, қазақта ата дәстүр бар. Салт дәстүр деген әрбір ұлттың өзінің салт дәстүрі бар.
салт дәстүр ұлт топтастырады. Ал ата дәстүр топтастырады. Ол ата дәстүр мысалы қазақтың 7 атасының 7 қанының тазалығы бірде-бір ұлтта жоқ. Ал қазағымыз бүгінгі таңда осылардың 7 атасын жетік біліп, ары қарай жалғастырып жатырмыз ба біз? Арамызда бәріне жоқ деуге болмайды. Сақтаушылар да бар, бірақ ұмыт қалдырушылар да бар. Қарапайым, осы мектеп кезінен тарихты дұрыс оқытпағаннан қазір жастардың санасында тарихқа деген көзқарас қалыптаспаған. Өз тарихын зерделемеген баладан енді болашағын ойлайтын, ұлттық құндылығын жете сіңіріп өскен баланы елестету қиын. Ең алдымен осы екінші мәселе бізде тіл жоқ жерде ұлт та жоқ. Қарапайым бара жатырмын деген сөздің біз қалай сөйлейміз? Баратыр деп сөйлеймін. Баратырмын, келатырмын, былай істеп жатырмын, былай істеп жатырмын. Жалпы деген сияқты осындай олқылықтар көп. Қазақстанда өмір сүреміз, 130-дан астам, 110-нан астам ұлт өкілдері бар, бірақ Қазақстанда қазақ тілін әлі күнге дейін қазақ тілімен күресіп келеміз. Тәуелсіздік алғанымызға негізі 30 жылдан астам жыл болды ғой. Біз неге өзіміз Қазақстанда тұрамыз, қазақ мемлекетіміз, бірақ жастарға қазақ тілін үйретуіміз керек. Бұл біздегі басты проблема. Былайша айтқанда абсурд. Мәдениет пен әлеуметтік жағдай тығыз байланысты, сол себепті мен мәдениетіміз көмекке мұқтаж, аш дегім келеді. Ұйықтарда расында айтсам, Қазақстанның болашағы қалай болар екен? Мына біз жастар не істей аламыз? Қалай өзгерте аламыз деп ойлайтыным рас. Ұлттық құндылықтарымыздың дамуына үлес қосқан тұлғаларды жастар таниды ма? Мәдени мұрамыз жайлы олар не ойлайды? Мен жастарға сенемін деп жырлаған Мағжан Жұмабаевтың үміті ақталды ма? Бірге эксперимент жасап сұрап көрейік. Қазіргі кезде жастардың арасында ұлттық құндылық жоқ. Ұлттық құндылық дегенді ұмытып жатыр. Киіз үйдің ішінде ашық-шашық киіп билеу. Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынұлы біздің ұлт ұстазы. Жүсіпбек Аймауытов жоқ, ол емес. Қазақ дейміз. Олар ата бабамыз великий болған. Ал біз, честно, да, сай емеспіз. Ұлтжандылық деген сонау 1845 жылдар Абай атамыздан, сол Мағжандардың кезінен, сол дәуірден қалды ғой. Содан бері енді қазіргі заман мен ол заманды салыстыру мүлде бөлек, әдебиет төмендеп кеткен, әлсіреп кеткен, әдебиеттен ешкімнің хабары жоқ, әдебиетке қызығушылық жоқ. Қазіргі таңда қай бір ақынды іліп алып айтасың, мысалы, осындай ақынның өлеңдері шықты, осындай кітабы шықты, мен осыны оқыдым, жаттадым деген сияқты жоқ. Біз сонау әлі 1845 жылғы Абай атамыздың өлеңдерін жаттап, одан негізі іліп алар адамдар бар ғой. Адам жасаған адам жасайды ғой. Негізі қазіргі таңда ол 21 ғасыр нәрсесі емес, жаңағы шығыстың, батыстың әсерінен біздің жастар жаңағы трансгендерлерді көреді, ұятмендер дейтін нәрселер қойып алған, жаңағы кәдімгі қазақтың ұлттық құндылықтарын кесіп тастап, біз ондай болмаймыз, біз ондайды қайталамаймыз деп біздің даналығымызды, бізге берген тәрбиелерімізді, әке-шешеден келе жатқан, бұрыннан келе жатқан заңдылықтардың бәрін құртып, жаңағы біздің қазақилығымыз құлдырап жатыр. Ол үлкен мәселе деп ойлаймын қазір жастардың арасында. Кітаптан да көрмеген мен бұны. Оны көрген енді. Ахмет Байтұрсынов па? Жоқ. Неге екенін білмеймін, бірақ қазақ дегенде бірден ойыма кешегі Путин есіме түседі. Кешегі соңғы жаңалығындағы жиналыста айтқан сөзі қатты жыныма тигені болмаса, қазақтар орыстардың бір бөлшегі, біз орыстарға уже жақынбыз. Жаңағындай әр сөзімізде орысша сөзді қосып айтамыз. Қазақтарды орыс дей берсек болады деген сөзі қатты жыныма тиді. Сталин. Менің ойымша қазір бізде мәдени құндылықтар туралы, біздің ұлттық құндылығымыз, ата тегіміз, ұлттық кодымыз туралы айтып жүрген мамандар аз, насихаттау аз деп ойлаймын. Ол жаңа ақпарат, мәдениет министрлігінің, кінәсі деп те айтпаймын, жұмысының аздығы шығар. Бәлкім біздің жастар болашақта осыны түсініп, әйтеуір бір өзгеріс болады ғой. Сол кезде жақсы жаққа қарай өзгеретін шығармыз. Бабадан қалған тілімізді сөйлетпесек, мәдениетімізді сақтамасақ, ертең ұрпақ кім болып өседі? Ұлттық болмыстан айырылу, ұлттың жойылуы. Әжелердің әлде ұмытылып, қара домбыра үнсіз қалса,
Қазақты қазақ қылатын не қалады? Біз болмасақ, ұлттық құндылықтарымызды кім қорғамақ? Ертең кеш болмай ма? Жастарға қазіргі таңда осы ойлар жеткізетін рол модельдер керек. Құндылықтардың өте керек екенін, бұл біз келе жатқан болашақтың алдында аманат екеніміз, біз оның бәрін сақтап келесі ұрпаққа жеткізуіміз керек. Тілсіз, дінсіз халықтың болмайтынын, мәдениетін, өзінің құндылықтарын жастарға беру өте маңызды екенін жеткізу керекпіз. Мен мысалы көп жерлерде болдым, елдерде, мысалы японецтермен көп кездестім, олармен сөйлескенде, олардың мәдениеті, олардың бізге беретін, бізге неге себеп Японияға барғың келеді, Жапон еліне барғың келеді деген кезде сен бір ассоциациялар пайда болады, жаңағы әдемі киінген японкалар, Токио, күшті машиналар деген сияқты осындай ассоциациялар біздің қазақ жайлы туу керек деп ойлаймын. Бірақ қазіргі таңда ондай ешқандай ассоциация меніңше жоқ. Біріншіден ол біздің мәдениет министрлігінің жұмысы аздау болуы мүмкін, жастарға беретін месседждер аз ба, мұндай ешқандай маркетинг да жоқ, тәрбие тәлім де жоқ, ештеңе жоқ деп ойлаймын. Бірақ қазіргі таңда осы нәрсені дамыту үшін жастарға осындай месседждерді социальный сеть арқылы берсе, рол модельдер арқылы, инфлюенсерлер арқылы тарататын болсақ, осы көп нәрсені жөндеуге болады деп ойлаймын. Ұлттық статистика бюросының деректеріне сүйенсек, жыл сайын ұлттық құндылықтарды насихаттау іс-шараларына қатысушылар саны төмендеп келеді. Мысалы, 2020 жылы бұл іс-шараларға 30% адам қатысса, 2023 жылы бұл көрсеткіш 15%-ға дейін төмендеген. Бұл көрсеткіш ұлттық мәдениетке деген қызығушылықтың азайып бара жатқанын көрсетеді. Сондай-ақ, жастар арасында ұлттық құндылықтар туралы білім деңгейі төмендеп, оның орнына жаһандық мәдениеттер мен трендтердің әсері күшейіп отырғаны байқалады. Жаһандану, медиа, әлеуметтік желілер кеңінен дамып кеткен. Не көресің, сол ағымға ілесесің. Былайша айтқанда, ұлттық бірегейліктің жоқтығы, ол деген біз кәдімгі өлі балық сияқты жүрміз деген ғой. Бізде мақсат жоқ, бізде мұрат жоқ. Біз қайда барамыз, кім боламыз, не істейміз? Білмеймін, басты мақсат енді дамыған 30 елдің қатарына кіру болды ғой. Оған да жеттік. Бірақ ендігі мақсат не? Қазақ айтқан ғой, өткенді ұмытпаған өскендіктің белгісі. Өткенді ұмытқан өшкендіктің белгісі. Егер біз шын мәнінде өсетін болсақ, онда біз бұрынғы ата-бабамыздан келген әдетті, ғұрыпты, салтты сақтай білуіміз керек. Керекті, оны тәрбие арқылы ғана бере аламыз. Жаңағыда не қылдым ғой, ұлт тірегі ұрпақ болатын болса, тәрбие тіні қыз болатын болса, осындай нәрсені еш уақытта ұмытпауымыз керек. Неге біз қазақтың атам заманнан келе жатқан аталы сөздерін ұмытамыз? Төле би бабамыз не дейді? Халқыңа әділ бол, дұшпаныңа қатал бол, досыңа адал бол. Осы принципті сақтаған мемлекет болсын, отбасы болсын, үлкеніміз болайық, кішіміз болайық, сол ғана өркендеп өсе алады деймін. Дүниеде адалдыққа, шындыққа, тазалыққа еш нәрсе жетпейді. Жастардың санасы қазір үлкен нәрселерді қабылдай бермейді. Қазір көрген сайын ұмытатын заман ғой. Көп ақпарат көресің, көп нәрсені қабылдайсың. Былай қарасаң жарнама, былай қарасаң барлығы ілініп тұр. Адам ұмытады, оларға да жеңіл нәрсе керек. Сен бұрынғы шығармалармен қазір ұлттық құндылығыңды насихаттай алмайсың. Оны оқуға ешкімнің де уақыты болмайды. Сол үшін заман ағымына сай жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Ол үшін технологияларды зерттеу керек. Жаңа құралдар алдыру керек, мысалы, жаңа пиар кітаптарын алдыру керек. Өзімізде де негізі ғылым бар, өзімізде де мәдениет бар. Соның барлығын енгізу керек деп ойлаймын. Салт сананы, тарихты қоса алып жүру керек. Мәдениетті дамыту үшін ұлттық құндылықты алдымен енді шетелге, басқа мемлекеттерге дамытпас бұрын шынымен де өзімізге де дамыту керек. Өзімізге дамыту керек. Өйткені жастарды сол бала кезінен мектеп саласына қоссақ, патриоттық бір белгілі бір шаралар ұйымдастырсақ, жиі ұйымдастырсақ, жиі оларға бір жеңімпаздарға сыйлық сыйлап қызықтырсақ, бала сондайға қызығады ғой. Мектеп жасынан білім алып өскен адам өскенде мен еліме берсем дейді. Ал өзге мемлекетті көріп өскен адам сол елге барсам дейді. Негізі әр адамның өміріне, өмір салтына ол мемлекет жауапты. Әр адамның өміріне өзі жауапты деп айтатын қағида бар әрине. Бірақ сен мемлекет болып отырғаннан кейін қарамағыңдағы өзіңнің халқыңды қорғауға, оны тәрбиелеуге
сен міндеттісің. Мына министрліктер не үшін құрылды? Егер де бар жоғы 20 миллион халыққа жағдай жасай алмаса, бағыт бағдар бере алмаса, тәртіп орнатпаса, менің ойымша Қазақстанда ұлттық құндылығымызды дәріптейтін емес, алдымен сақтау жолдарын іздейтін бір министрлік. Жарайды, министрлікті ашуға шамалар жетпесе, ең болмаса департаментке шамалар жетпесе, көптеп орталықтар ашуға жет сияқты. Қазір жаңа айтып өттім ғой, көп ата-ана жұмыста, таңнан қара кешке дейін, сондай бір қарбалас кезде әлемде де жағдай ушығып тұр. Ата-аналар тәрбие бере алмаса, сол орталық тәрбие берсін, ұлттық құндылықты бойға сіңірсін. Ұлттық құндылықтар ұлттың жүрегі. Оларды сақтап ұрпаққа жеткізу біздің ең басты парызымыз. Бірақ тек сақтау жеткіліксіз. Біз оны заман талабына сай дамытып, жастардың санасына сіңіруіміз керек. Әлемдік мәдениет көшіне қосылғанда өз болмысымызды жоғалтпай, қазақы ерекшелігімізбен танылу біздің қолымызда. Сіздермен бірге болған Толғанай Амангелді және Бауыржан Пантаев. Пікірге өз ойыңызды қалдырып, үлесіңізді қосыңыз. Құндылықтары сақталған ұлттың ғана болашағы жарқын болмақ.